Келесі мейманымыз келіп жайғасты. Ендеше өздеріңізді таныстыра кетсек, бүгін бізде қонақта Павлодар облыстық Сұлтан Махмұт Торайғыров атындағы кітапханасының қызметкері Самалхан Мұрат. Қош келдіңіз, қайырлы таң. Мінекей, енді өзіңіз айтып өтсеңіз, қазіргі кездегі кітап оқу барысындағы бір өнер дәстүрге айналған кітап оқу процесіндегі де жаңарулар көз жүгіртіп жатырмыз. Мысалы, цифрландыру тек қана барша бағыттарға ғана емес, тіпті кітапхана мемлекеттік мекемесіне де өз өзгерістерін енгізуде. Бұл жағынан енді сұрақтар туындауы мүмкін. Кітап оқуды жалпы қалай өзгертуге болады, бұған деген өзіндік бір цифрландырудың әсері қандай деген сұрақтар, осыған өзіңіз жауап бере кетсеңіз. Енді әрине әсері бар. Қазір бізде ай бұрышы ашылды. Сол кезде таныстырылымында біздің қызметкерлер осы балаларға арналған ертегілерді жасанды интеллект арқылы өздерінің қиялдарына қарай жасап шығарған болатын. Бұл жерде ертегі суретімен жасалынады, және де қазақ тілінде және аудио түрінде дыбысталынады. Сол жағынан жақсырақ. Қазір енді жастар көбінесе кітапханаға баруды таңдап жатады, өйткені неке әлеуметтік желіде де көріп жатамыз, бір-бірімен кітап оқып жарысып жатады. Әрине бұл қуантады. Қазіргі жастардың талғамы қандай екен? Жалпы қандай кітаптарға көбінесе таңдау түсіп жатыр? Қазір енді соңғы 1-2 жылда деп айтуға болады. Меніңше қазақ әдебиетіне көбірек жастардың сұранысы көп сияқты қазіргі таңда. Біздің кітапханамызға да сол бір құрбысынан, досынан оқып жатқанын көріп келіп, қазақ әдебиетіндерін сұрайтын оқырмандар өте көп. Тамаша. Енді жалғастырып отырсақ, қазір кітап оқудың маңыздылығын түсіне бермейтін жандар да аз емес, баршамызға мәлім. Өйткені біріншіден бұл әлеу желінің дамуынан пайда болып жатқан нәрсе, екіншіден қазір енді жасанды интеллект пайда болғалы бері біз қажетті деректі кітаптан емес, сол жаққа жаза салып ақ бірден алуға бет бұрып жатамыз. Дегенмен де тиімді тұстарын ұмытпайық, өзіңіз маман ретінде бізге айтып берсеңіз. Енді кітап мейлі сен бір елдің президенті болсаң да, не болса да, әйтеуір барлығын бірінші кітаптан бастайсың ғой. Бірінші кітаптан әріп танисың, барлық білімді, барлық ақпаратты кітаптан аласың, сол кітапта сақталған. Сондықтан кітаптың құндылығын жоғалтуға болмайды деп ойлаймын. Ол әрқашан жоғарғы орында мен үшін, қоғам үшін де солай болып қалыптасу керек, солай болып қалу керек. Кітаптың құндылығын білу үшін оның барлығын отбасыдан бастау керек деп ойлаймын. Әуелі баста отбасыдағы көрген тәрбие, кітапқа деген құрмет, кітап оқу, жалпы білім алуға деген құштарлықтың бәрі сол отбасыдан басталады. Және әрине енді қай ортада көбірек жүреді, сол ортаның да әсері ғой. Дұрыс айтасыз. Ортаға да байланысты болып келеді. Ортаға, одан кейін отбасыға байланысты ма? Әрине отбасыға байланысты. Мысалы, мен күніге үйде телефон ұстап отырып балаларыма кітап оқы десем, түк пайда бермейді. Айтады ғой, ұядан не көресің, ұшқанда соны істейсің деп. Яғни бала көрген істейді деген бір шындыққа жанасады десек те болады ғой. Бірақ кейбір кітап оқитын оқырмандар үйде ешбір жан кітап оқымағанын, соның әсерінен ол өзі мысалы студент болып бастаған кезде ортасына байланысты енді ғана кітап оқып бастағанын айтып жатады. Ол енді барлығын бір адамға ғана жаууға болмайды. Отбасыға ғана өзіне де жауапкершілікті алу керек деп ойлаймын. Қазіргі кезде енді мінекей бір айда осыншама кітап оқу керек деген бір талаптар шығуда. Өзіндік бір мысалы айтып жатады, бір айда өзіндік даму үшін арнайы 4-5 кітап оқыған дұрыс деп айтып жатады. Бірақ кейбіреуінің ойынша көп кітап оқығаннан гөрі айына 2 кітаптап оқыса да жеткілікті деп жатады. Сіздің пікіріңіз қандай? Жалпы айына қанша кітап оқыған негізі тиімді болып табылады? Мен өзім шектеу қоймайтын едім, осынша кітап оқу керек деп. Себебі кітап оқуда ондай бір талап жоқ деп ойлаймын. Өзімнің талпынысына, ниетіне қарай. Мен өзімде ондай бір ұстаным ұстамаймын. Мен айына осынша кітап оқу керек деген сияқты. Мен қалағанымша оқимын. Мысалы, кейбіреулер айтып жатады ғой, күніге 10 минут, 20 минуттан оқу, әрине үздіксіз оқып отыру керек, оның пайдасы бар. Бірақ та мен өзім кейде бір апта оқымай кетемін, бірақ 1-2 сағат оқысам, сол бір апта оқымағанымды өзім қайтарып аламын. Себебі өзің қалауыңмен, талпынысыңмен оқысаң, ол саған беретін пайдасы да молырақ түсініп оқисың. Назар басқа жаққа алмайды. Кітаптың бетін ашсақ, тереңіне бойлап кете береміз деп. Топшыласақ болады. Енді кітап демекші қазір осы Павлодар облыстық Сұлтан Махмұт атындағы облыстық кітапхана төрінде де көптеген ірі шаралар легіде ұйымдастырылып жатады. Олардың арасында қазір Ертіс-Баян өлкесінде де ақындарымыз аз емес. Олардың бірі осы Ертіс
телеарнасының журналисі де бар мәселене. Аймақ туралы арнайы жоба аясында кітап жазып, және сол кітаптың таныстырылымын сіздердің кітапханаларыңызда көпшілікке ұсынуда. Осы сынды қандай шараларды тағы да негіз ретінде айтар едіңіз көпшілік қауымға ұсынар, және жиі осы нысанға барып тұру қажет екені ретінде? Енді осы өңірде тұрғаннан кейін бірінші осы өңірдің ақын жазушылары білу керек деп ойлаймын. Бірінші өзімізден бастау керек. Қазір жас ақын жазушылары өте көп. Осы бір ақынның кітабы шықса, бір жазушының кітабы шықса, әрине оның тұсаукесері біздің кітапханамызда өтеді. Одан да басқа мәдени іс-шаралар көп. Жақындағы осы Иламан Қабділәшімнің «Болмысымның бояуы» атты кітабының таныстырылымы өтті. Ол жерде арнайы шақыртылған қонақтар, сонымен студенттер, жастар келіп, сондай іс-шараларға келіп, жалпы қандай өзін бір оқымасан да қандай іс-шара болып жатыр, жалпы қоғамда не болып жатыр, қандай жазушылар бар, қандай ақындар бар дегеннің барлығын біліп отыру керек деп ойлаймын. Іс-шараларға қатысатын әрине белсенділер бұл жастарымыз. Қазіргі кездегі жалпы олардың сұранысы қандай, деңгейі қандай деп ойлайсыз? Қаншалықты атсалысады жалпы? Мысалы байқап қарасақ, тіпті кітапты оқығаннан кейін де бұл кітаптарды арнайы бір ой талқыдан өткізетін де жастар қатары бар екен. Иә. Бұл қайдан шыққан идея, кімнің идеясы болған еді? Қазіргі кезде дамып жатыр ма, бұл сұранысқа ие ме, осы жайлы бір тоқтала кетсеңіз? Біздің кітапханамызда қазір Көкжиек деген бір топ, ол кісілер өз еріктерімен келіп, ашылып, солай кітап талқылайды. Ол жерде әртүрлі жастағы адамдар бар, жас аналар, студенттер, тағы да басқа қызметкерлер деген сияқты, олардың барлығы өздеріне ыңғайлы уақытта келіп, аптасына бір кітапты талқылап отырады. Өте бір жақсы ой деп ойлаймын, себебі сен білім аласың, ол білім іште сақталып қалмау керек, біреумен бөлісу керек, шығару керек, оны әрі қарай тәжірибеде қолдану керек. Енді тағы да бір жастарды мазалайтын сұрақтардың бірі әрине де қазіргі кезде кітап таңдау бағытында орын алып жатады. Мысалы, мен пікірлерді естідім, тек қана өзіндік бір оқиғалардан құралған фантастикалық кітаптарды оқи бергеннен гөрі дамытушылық кітаптарды оқымайсың ба деген бір пікір қалыптасқан екен. Негізі бұл қаншалықты дұрыс, және қаншалықты кітапты таңдай білу керек? Бұл жағынан да дұрыс-бұрысы бар ма екен? Сол жайында менде де өзім жалпы тек қана көркем әдебиеттерді оқитынмын. Жуырда ғана осы бір философиялық кітап оқыдым. Енді менде де сондай болған, бұрын бір түсінбейтін кезде оқыған шығармын, психология, басқа да саланың кітаптарын. Жоқ, мен ол саналы оқи алмаймын деп миыма құйып тастаған, сонымен жүрдім көркем әдебиетті оқып. Енді өзімді басқа жаққа бір бұрып көру үшін философияны бастағам, тез ақ бітіріп тастадым. Сондықтан тек бір орында тұрмау керек. Және де айтып жатады ғой, бізде кітап оқы десе бірінші Мұхтар Әуезовтің Абай жолынан бастайды ғой. Меніңше, мен өзім де бұрын кітап оқып жүрген кезінде Абай жолын оқып, шыны керек, не оқып шыққанымды түсінбеген кездерім болған. Өйткені мен ол кезде тым кішкентай болдым. Және де бірден тарихи романдардан бастамау керек деп ойлаймын, өйткені ол жерде өте ауыр оқиғалар бар, және де суреттеуде өте көп, және ол біздің заманымыздан қаншама жыл бұрынғы болған оқиғалар, оны түсінуде біраз жаңадан бастап жатқан адамдарға қиынырақ болады деп ойлаймын. Сондықтан тілі жеңіл, сондай бір өте ауқымды емес кітаптардан бастаған дұрыс деп ойлаймын. Мен өзім жалпы Таупық Жармағанбетовтің кітаптарын ұсынатын едім. Ол кісінің тілі жеңіл, суреттеуде суреттейді әрине, бірақ та түсінікті тілде өте аз, оқиғалары да қысқа-қысқа, түсінікті. Шыны керек, біраз уақыт бұрынғы кітаптарды қазіргі кезде оқыған кезде өзіндік бір бұрын қабылдаған әсер басқа, қазіргі кездегі алатын әсер басқа деп байқап жатамыз. Бұған енді шынымен сізбен де келісуге болады. Енді сұхбатымызды жалғастыра отырайық, көбінесе көпшілік қауым, оқырмандар қауым үшін кітапхана тенденциясы бұл кәдімгі осы көркем әдебиетпен байланысты болып бара жатыр, бірақ оның ішінен ұмытпаған абзал түрлі математикалық бағыт болсын, физикалық бағыт, басқа да бағыттарды осы кітапханадағы мұралардан, кітаптардан табуға болады. Біздің оқу залында абонемент бөлімі, ол бізде тек көркем әдебиеттерді үйге береді 2 аптаға. Ал оқу залында көбінде басқа саланың, мысалы, ғылыми жұмыстар жасап жатқан сондай оқырмандарды кездестіреміз. Ол кісілер келеді, мысалы, газеттер сұрайды, сол жұмысына байланысты басқа саланың кітаптарын сұрайды деген сияқты. Бізде енді барлық саладан кітаптар бар.
олар оқу залында келіп отырып сонымен жұмыс жасауға болады. Яғни студенттерге қазіргі кездегі бір бағыт үйреніп жүрген ғылым бағытындағы жандарға мүмкіндік бар, қарастырылған. Керемет, тамаша. Сондықтан әрқашанда өз уақытымызды тиімді пайдаланайық. Кітап бетін аша жүрейік. Қазір енді шынымен де заман талабы өзгерген сайын, мінекей өздеріңізде де АИ бұрышы ашылып жатыр, және бұл жаңа бір деңгейге көтерілу деп айтуға болады. Енді болашақта кім қайдан біледі, кітаптардың орнында планшеттер бола ма екен дегенмен де қазірдің өзінде байқап қарайтын болсақ, кітап пен электронды кітап екеуі қазір қатар жүр деп айтуға болады. Кітаптың да қазір мүлдем оқымайды деп айтуға болмайды, өйткені ол әрқашанда әрбір адамның қолында екені баршамызға мәлім. Өйткені бала жастайынан бастап оқулықпен өз білімін ашады, сауатын ашады. Енді кітап пен электронды кітап арасындағы айырмашылық плюстары мен минустары болуы мүмкін. Электронды кітаптың да өзіңіз топшылап айтып берсеңіз маман ретінде. Енді меніңше қазіргі таңда электронды кітап емес, енді әрине қазір уақыт сондай қауырт қой, бәрі тығыз. Бірақ та электронды кітап емес, мен қағазбен парақтап оқығанды таңдар едім, себебі біз ол электронды кітапты оқысақ та планшеттен, смартфоннан немесе ноутбуктан қараймыз ғой. Күні бойы онсында жұмыста отырамыз, ноутбукпен үйге барамыз, телефон қараймыз. Сол бір тұста өзіне бір 20 минут уақытында бөліп, егер кітап оқитын болсаң, электронды емес, кітапханадан барып кітап ал, 2 аптаға беріледі, одан қалса әрі қарай 1 айға дейін уақытын созып береді, солай алда оқы. Егер жолға алып жүруге ыңғайсыз десе, мысалы қазір кішкентай алақанға сыйып кететін де кітаптар бар, соны алып жүрсін, қалтаға салып жүреді. Мен өзім электронды кітап емес, жалпы қағазбен парақтап, иісін сезіп, кітап екенін сезіп отырып оқығанды ұсынар едім. Қарасақ, бұл бағыттан да шығатын жолдардың өзі көп екен. Кітаптың да түр-түрі бар, құрметті көрермен. Сондықтан әрқашан осы бір дәстүрлі кітап оқу процесіне жүгінейік. Бұл біздің тек қана кітапты түсініп қана қоймай, оны қабылдауымызға да көмек көрсетеді екен. Кітап жайлы сіздердің сауалдарыңыз болса, мархабат, біз байланыстамыз, тікелей эфирге хабарласып, өз сауалдарыңызды жолдасаңыздар болады. Ал дәл қазір шағын үзіліске кезек берейік, одан кейін таңғы сұхбат жалғасын табады, арна қосылу болсын. Ел және әлемдегі маңызды жаңалықтарды Қазақстан телерадио корпорациясының әлеуметтік желілердегі парақшаларынан бірінші болып оқыңыз. Бүгінде 14 миллионнан астам көрермен шұғыл ақпарат пен түрлі жанрдағы контентті біздің медиа ресурстардан тамашалайды. TikTok пен Instagramда мега жобалардан эксклюзив, YouTube пен Facebook желісінде шұғыл жаңалықтар мен терең талдаулар. Telegram арнамыз тәулік бойы үздіксіз ақпарат таратады. Жазыл, оқы, пікіріңмен бөліс. Таныш уақыты болсын деп эфирімізді жалғастырайық, қадірлі көрермен. Және дәл қазір студия төрінде біз Павлодар облыстық Сұлтан Махмұт Торайғыров атындағы кітапхана маманымен бірге ең қажетті маңызды ақпаратпен бөлісудеміз. Ендеше Самалхан ханым, өзіңізбен жалғастыра өтсек, қазіргі кезде мінекей айтып жатады ғой, жастардың кітапқа деген қызығушылығы тіпті осы сферада жұмыс істеуге де өзіндік бір бағыттандырады деп. Қалай ойлайсыз, қазір жастар осы кітапхана бағытында жұмыс істеуге қазіргі деңгейі қалай? Тіпті сіздердің де кітапханаларыңызды байқасақ, жастар қатары қарқынды дамып келе жатып, артып келе жатыр десек те болады. Осыған пікіріңізді айтып өтсеңіз. Енді соңғы бір 5 жылда дейінші, соңғы 5 жылда кітапханаға келетін жастар көп деп айтуға болады. Тек біздің Павлодар облысындағы емес, мен басқа қалаларға сапармен барғанымда, ол жақта жастар жиналады, жастар өте көп, және де осы бір кітапхана саласына белсенді атсалысып жұмыс жасап жатқан жастарды кездестіруге болады. Сондықтан осы кітапхана саласында жастар істемейді деген ұғымды алып тастау керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Және одан бөлек қазіргі таңда кітапхана жұмыстарының алда қандай жоба жоспарлары бар, осы жайлы өзіңіз бөлісіп айтып берсеңіз. Енді ең жағымды жаңалықтардың бірі бұл заман талабына сай жасанды интеллект және цифрландыру кезеңіне байланысты мүмкін тағы да бір оңтайлы шешімдер бар шығар, осы жайлы өзіңіз пікіріңізді, ойыңызды жеткізсеңіз. Қазір енді АИ бұрышы ашылғаннан бері біздің мамандарымызға сол саланың мамандары келіп сабақтар өткізді, жасанды интеллекті туралы. Енді бізде әртүрлі жастағы мамандар жұмыс істейді ғой. Және де оқырмандармен де жұмыс жасалынады, үйірмелер өтеді, сабақтар өтеді. Енді бұл АИ бұрышы барлығына қол жетімді, ашық есік. Ол жерде барлық
қажет жағдайлар қарастырылған. Сол жерге оқырмандар, даже мәдениет саласының кейбір қызметкерлері де келіп жұмыс істеп, өз жұмыстарын жасап алады, барлығы тегін. Қазір енді жас ақындар, жазушылар қатары өте көп. Әсіресе біздің өңірімізде өнерлі жандардың қатары да артып келе жатыр. Олардың өзіндік бір мүмкіндіктері бар ма? Сіздердің кітапханаларыңызға осы өңір тұрғындарына өз туындыларын арнап қою мүмкіндіктері бар ма екен? Осы жайлы айта кетсеңіз. Әрине, біздің кітапханада көптеген көрмелері бар. Сол көрмелердің ішінде әрине біздің жазушыларымыздың міндетті түрде біз бірінші орында өзіміздің өңірлік ақын жазушыларға назар аударамыз. Соларға басымдық қоямыз. Ол кісілердің кітаптары да біздің көрмелерде табылады, және де көптеген кездесулер өткізіледі. Кейде басқа аудандарға барып, біздің бір жоба бар. Жазушыларды басқа аудандарға барып, оқырмандармен кездесу жасайды. Әр ауданға барып, өзіміздің Павлодар облысынан. Және де осы кітапханамызда да ақын жазушылармен кездесулер өтеді. Болып жатқан іс-шараларға шақырамыз. Ол жерде өзінің ойымен бөліседі, кітаптарды талқылайды, жастарға бағыт-бағдар көрсетеді. Тамаша. Кітап жайлы жалпы шаралар туралы біраз ақпаратпен бөлістік, және өзіңізге алғыс білдіргіміз келеді. Алдағы жұмыстарыңызға тек қана сәттілік, табыс. Бүгін мінекей қасиетті жұма төрінде өзіңізбен бірге жүздесіп отырмыз. Тілектеріңіз, дұғаларыңыз қабыл болсын дегіміз келеді. Енді қазір біздің арнайы дәстүріміз бойынша бізді тамашалап отырған жандарға жаңа күндіктерге деген ақжолтай тілегіңізді білдірсеңіз болады. Мархабат. Көкжиектеріңіз ашық болсын, тек қана табыс, сәттілік, кітапхананың тұрақты оқырманы болуға тырысыңыздар. Сіздерге де тек қана сәттілік тілегіміз келеді, жақсы күндерде жолуға жазсын. Мінекей құрметті көрермен, кітап оқи жүрейік, кітап оқығандық біздің білімімізді де, өмірге деген көзқарастарымызды да өзгертетінін де естен шығармайық.